Мүгедектігі бар адамдар көбінесе қоғамға толық және тиімді қатысуға мүмкіндік бермейтін физикалық, ақпараттық, операциялық және коммуникациялық кедергілері тап болады. Бұл кедергілер нені білдіреді? Бұл архитектуралық немесе физикалық кедергілер. Бұл табалдырықтар, тар есіктер, жиһазбен толтырылған дәліздер, баспалдақтар мен тік пандустар, шекаралар және тағы басқалары. Мұндай стереотиптер мүгедек адамдардың өмірінің әртүрлі салаларында кемсітушілікке әкеледі. Жоғарыда аталған кедергілерге байланысты мүгедектігі бар адамдар білім беру, жұмыспен қамту, денсаулық сақтау, әлеуметтік және құқықтық қолдау жүйелері сияқты негізгі ресурстарға қол жеткізе алмайды. Мүгедектігі бар адамдар бұл барлығымызбен бірдей, тек белгілі бір ерекшеліктері бар адамдар. Сондықтан мұндай адамдармен тым қамқорлық, аяушылық және қызығушылық танытпай сөйлесу керек. Мүгедектігі бар адаммен немесе адамдар тобымен байланыста болған кезде есте сақтайтын стандартты ережелер бар. Егер сіз адамның бір нәрсені өзі жақсы басқаратын көрсеңіз, онда сіз оған көмек ұсынбауыңыз керек. Енді әр нозологиялық топпен жеке байланыс ережелерін қарастырайық.